Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картоптан тіске басар жасайтын боламыз. Алдымен картопымызды тазалап, кейін ыдысымызға турап саламыз. Үстінен салқын су құйып, газде пісіріп алатын боламыз. Піскен картопымызды сүзіп алып, ыдысқа осылай езетін боламыз. Езгіштің көмегімен. Кейін жарты шай қасық тұз дәміне қарай саламыз. Жақсылап араластырып, 2 шай қасық паприка, салып араластырамыз. Жарты шай қасық қара бұрыш салып араластыратын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Осылай петрушканы майдалап турап қосатын боламыз. Екі ас қасық кукуруз крахмалын қосамыз. Картоп крахмалын қосуға болмайды, кукурузды крахмал қосамыз. Және де 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай жақсылап араластырамыз. Енді формаға келтіретін боламыз. Міне осылайша домалақтап, домалақ 2 немесе 4 бұрышты етіп формаға келтіреміз. Барлығын біркелкі формаға келтіретін боламыз. Барлығын сухариге аунатып алдық. Енді қызып тұрған отта 2 жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді шығады екен, балдарға ұнады. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды қуантуларыңызға болады. Рецепт ұнаса, комментарий бөліміне пікір қалдырсаңыздар болады. Мінекей қызартып алдық. Жұмсақ, дәмді шығады екен, баршаңызға ас болсын.